Бүгінгі тақырыпта темір тапшылықты анемия, оның клиникалық көріністері, себептері және қандай анализдер тапсыру керек, ең бастысы қандай дәрілер ішу керектігін және де балалардағы анемия туралы айтатын боламыз. Жалпы темір тапшылықты анемия дегеніміз гемоглобин деңгейінің ер адамдарда 130-дан, әйелдерде 120-дан, ал жүктілерде 100-нан төмен көрсеткіштің болуы және темір тапшылығы мен одағы темірдің, ферритиннің кем болуымен сипатталатын гематологиялық синдром. Клиникалық көріністері бойынша жалпы анемиялық синдром бойынша әлсіздік, шаршағыштық, бас айналу, бас ауыру, күш түскен кезде ентігулердің, жүрек соғысының жиілеу, яғни тахикардиямен, тіпті естен тану, қан қысымының төмен болуы, көз алдында шыбын тәрізді жыпылықтардың болуы, ешқандай себепсіз температураның жоғары болып тұруы, яғни субфебрилді деңгейге дейін 38-ге дейін жоғарылауы мүмкін, ұйқышылдық, шаршағыштық, сонымен қатар түнде нашар ұйықтау және де олардың есте сақтау қабілетінің зейінінің төмендеуімен, тәбеттің төмендеуімен сипатталады. Ал сидерпениялық көрініс бойынша терінің және оның қосалқыларының өзгеруі, яғни тері құрғақ бола бастайды, бозарғыш болады, шаштардың көп түсуі, ерте ағаруы және тырнақ өзгеріс бойынша тырнақ жұқа болады, сынғыш, әлсіз, көлденең қара түсу жолақтары болуы мүмкін, кейде қасық тәрізді ойыс пайда болады және де асқазан ішек жолдарында өзгерістер, гастриттердің және де стоматиттердің көбірек шығуы, жұтынудың қиындауы бойынша дисфагиялардың анықтауы және де бізде бұлшықеттер әлсіз болады да, соған байланысты қуықтың да бұлшықеттер әлсіз болып кейде жөтелгенде, түшкіргенде зәрді ұстай алмай қалуы мүмкін. Және де адам жеуге болмайтын нәрсеге деген құмарлықтар пайда болады. Мысалға бор жегісі келетін, кесек жегісі келетін, асфальт жегісі келетін адамның болады. Осының барлығы сидерпениялық синдромның көрінісі болып саналады. Бұның себептері өте көп. Солардың біріншісі, мысалы, вегетариандар еті дұрыс қолданбайтын болуы мүмкін, иә. Одан бөлек асқазан ішек жолдарының аурулары жиі кездеседі. Эзофагит, ойық жаралар болған кезде, геморрой, мысалы, иә, созылмалы қан кетулер, мысалы, жыныс органдарының аурулары және де дәрі-дәрмектердің салдарынан болуы мүмкін. Және де бүйрек ауруы салдарынан да анемия жиі кездеседі. Себебі бүйректің бір қызметі эритропоэтин жүйесі, яғни эритроциттердің өндірілуіне қатысатын болғандықтан бүйректің қандай да бір созылмалы аурулары анемияға алып келіп соғады. Және де ағзада құрт болатын болса, гельминтоз болса да, ол темірдің тапшылығына алып келеді. Диагностикасы бойынша эритроциттердің формасы және саны азаяды. Микроцистоз, анизоцистоз және пайкалоцитоздармен көрініс береді. Түсік көрсеткіш өте маңызды. Егер де осы 0,86 пен 1,05 арасы норма болып саналатын болса, одан төмен болуы гипохромды көрсеткіш болып саналады. Ал гемоглобиннің құрамы жаңа айтқандай әйелдерде 120-дан, ерлерде 130-дан, ал жүкті әйелдерде 100-нан төмен болуы. Сосын бізде эритроцитарлық индекс деген бар. Мына жердегі 4-ші, 5-ші, 6-ші, яғни MCH, MCHC және MCV деген үшеуі де деңгей төмендейді, ал ретикулоциттердің өзгеріссіз немесе жоғары болуы мүмкін. Биохимиялық көрсеткіштер өте маңызды, өйткені біз бұл жерден темірдің қорларын бақылаймыз. Сарысудың темірі төмендейді, қан сарысудың жалпы темірді байланыстыру қабілеті бойынша жоғарылайды, трансферин төмендейді және ферритин төмендейді. Ферритиннің айырмашылығы бізде ол төмендеуі анемияда кездесетін болса, оның жоғарылауы қабыну ауруларына кездеседі, яғни қабынудың маркері ретінде қарастырылады. Сондықтан оның деңгейін қараған кезде ешқандай да ағзада қабыну аурулар жоқ екендігіне көз жеткізуіміз керек. Кез келген ауруды емдеген кезде біз оның симптомын емес, ең бірінші себебін жоюымыз керек. Себебін анықтаймыз, яғни мүмкін ол пациентте ас қорыту жолдарының аурулары, бүйрек аурулары немесе құрттар, гельминтоз болуы мүмкін, иә. Осының барлығын жоямыз, содан кейін ғана дәрілік препараттарды емі жақсы нәтиже көрсетеді. Одан соң бізде темірге бай тағамдарды ұсынамыз. Яғни ет өнімдері, сиыр, балық, бауыр, бүйрек, өкпе, яғни ет өнімдерін, одан соң жұмыртқаны, шоколад, мысалы шоколадының тазасы болу керек, жарма, аскөк, бұршақ, алма, құрғақ жемістер, қара өрік, шабдалы және көкөністер. Егер пациентте семіздік, аллергия, қант диабеті болмаса, онда бал жеуді ұсынамыз. Себебі оның құрамындағы 40% фруктоза темірді ішекке сіңуіне жағдай жасайды. Медикаментозды ем бойынша біз екі түрлі қолданамыз, пероралды және парентералды. Пероралды бойынша ауыз арқылы ішіледі, яғни темір сульфаты, полисахарид темір комплекстері, мальтофер, фермулек және темір фумараттары және глюконаттары қолданады. Дозасының барлығын пациентке дәрігер өзінің жасына байланысты, дефицит көлеміне және қарсыз көрсеткіштеріне байланысты беріп отырады. Және де осы жерде ескеру керек нәрсе, оның сіңімділігін арттыру бойынша аскорбинка, яғни витамин С қосып тағайындалады. Және де ол пациентке біз түсіндіреміз
айтамыз, кальций, яғни сүт өнімдері бар тағамдарды қолдануға болмайтындығын, және шай, дәнді дақылдарды, кофені қолданбау керек. Шайдың құрамында біз танин деген нәрсе бар екенін өткен сабақта айттық, анемия тақырыбында. Ол темірдің сіңімділігін төмендетеді. Темір бізде асқазан бос кезде жақсы сіңетін болғандықтан біз оны тамаққа дейін 30 минут қалғанда ішіңіз деп айтамыз. Сосын бізде бұл анемия созылмалыға жататын болғандықтан оны емдеу уақыты 6 аптадан 6 айға дейін созылады. Екінші жолы бізде парентералды бойынша оған нақты көрсеткіш керек. Ауыр анемиялар кезінде, мысалға, ол кезде гемоглобин деңгейі 70-тен төмен болып кетеді. Асқазан ішек жолдарының сіңіру бұзылыстары, жаралары болған кезде осындай препараттар ұсынады, яғни темір глюконаты, темір декстран, темір малтазат және темір сахарозасы. Және өте маңызды нәрсе, бізде латентті темір жетіспеушілік деген нәрсе бар. Ол кезде гемоглобин деңгейі қалыпты деңгейде болады, бірақ басқа да көрсеткіштер темір жетіспеушілігіне тән тура осындай болады. Яғни біз ойлауымыз мүмкін, гемоглобин менде норма, анемия жоқ деп. Олай емес, біз тек қана гемоглобин деңгейін ғана анықтап қоймаймыз, ол жеткіліксіз болып саналады. Физиологиялық анемия деген нәрсе бар. Бала 2-6 ай аралығы кезінде гемоглобин деңгейі төмен болуы мүмкін. Ол кезде ешқандай паникалық жасамаймыз, себебі ол кезде ретроцитік индекстер қалыпты деңгейде болады. Жаңа айттық қой, MCHC, MCV, MCH деген сияқты. Мұндай кезде біз емдемейміз. Ол 6 айдан кейін өзі қалыпқа келеді. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.